қайсысына қарамастан бүгінгі демалыс күндеріңізді арнап келгендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Есімім Айзада. Міне спикерлер айтып өтті алдымда, жалпы денсаулыққа қатысты керекті маңызды информацияларды менің айтқым келіп отырғаны бүгінгі денсаулыққа тағы бір қадам, ол қозғалыс. Қозғалыссыз адамның өмірі үлкен қауіп болып саналады. Біздер қазір 21 ғасырда қозғалыссыз өмір сүруді әдетке айналдырып бара жатырмыз. Мысалға, күнделікті үйде отыру, кеңседе отыру, машинада ұзақ жүру, оның барлығы біздің денсаулығымызға кері әсерін тигізіп жатыр. Және де біз оны ешқандай байқамаймыз да, көрмейміз да, сезбейміз да. Сондықтан да осы қорғау продукцияларын алып ішіп қабылдағанда қорылмайынан бастап міндетті түрде сіздерге айтар едім, осы қозғалыс қадамын міндетті түрде қосыңыздар деп. Қозғалысты қосқан кезде ең бірінші сіздер лимфа жүйесін қозғайсыздар. Лимфа жүйесі қозғалу арқылы сіздерден терлей бастайсыздар. Терлеу арқылы адамның ағзасынан улы шлактар, токсиндер шыға бастайды. Оның орны азайған кезде сіздердің барлығына ішіп жатқан керемет өнімдер жоғарғы сіңімділігін қабылдайды. Біздер қалай керемет результат алуымыз керек? Продукцияны ішкен кезде ең бірінші оның сіңімділігін ойлауымыз керек, ішекке сіңуін. Ал оны сіңдіру үшін ең бірінші жаңағы айтып өткендей қозғалыстың маңыздылығы өте зор. Қазір біздер қозғалысты күндегі өмірімізге әдетке айналдыруды біздер сондай бір аса үлкен қиын әрекет деп есептейміз. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Ол өте қарапайым. Оны жаймендеп сіздерге біздер айтпаймыз, бірден күніне 2 сағат, 3 сағат жүріңіздер демейміз. Оны жаймен мына күнделікті үйге көтерілгенде лифтмен емес, баспалдақпен және де жұмыста мысалға кеңседе 3 сағат, 4 сағат қозғалмай отыратын болсаңыздар, әр 1 сағат сайын 5 минут, 6 минут жаяу жүріп келуді әдетке айналдыратын болсаңыздар, және де күніне 20 минут, жарты сағат жаяу жүретін болсаңыз, сіз үлкен пайдасын тигізесіздер. Ол жерде жүрек қан тамырлары жақсы жұмыс жасайды, қан айналымы жақсы жұмыс жасайды, және де барлық салмақты сіздер күнделікті қозғалмаудың арқасында буынға түсіп жатсыздар. Буынға түскен салмақ азайып, кәдімгідей өздеріңіздің буындарыңызға, сүйектеріңізге өздеріңіздің керемет көмектеріңізді бере отырасыздар. Сөздің соңында сіздерге айтқым келеді, продукцияны ішкен кезде үлкен результат алу үшін қозғалыс қадамын қосыңыздар. Рахмет.